Сәлем достар, менде жаңа видео болады. Достар, менің арнамда кішкене бір-екі күнде видео шықпады, себебі менде интернет жағынан проблема болды. Сол себепті видео түсіре алмадым. Енді видео түсіруге уақыт бар. Немесе біздің сериалымыздың тақырыбы алғашқы сезім деп аталады. Ендеше бастаймыз. Анам мектебіме қысым сұрағай. Және кетшір. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Ой, саламатсыз. Мен қызымды жаңадан алып келіп едім, класстарыңызға таныстырсаңыздар. Жақсы. Болды, бара берсеңіз болады, өзіміз қабылдаймыз. Директормен сөйлеспедіңіз? Я документтеріне қол қойып қойғанмын. Жақсы. Бара берсеңіз болады. Мен директорде отырамын кабинетінде. Бастаңыз, сізде қайтып кетпеспей қазір қайтамын, бір-екі документімді тура алып болғаннан кейін. Сабақ аяқталған екі сабақта қазір сабақ біткеннен соң кездесейік жұмаға осы кабинетте. Бұл уже екінші сабақ, үшінші сабақта бұлар қайтады, себебі сабақ болмайды, мұғалімдері жиналысқа кетіп қалған. Мен қол қоя тұрамын, сіз қол қоясыз. Аға, сіздің мен онда бара берейін. Қызым бар. Сен болады қоя, кіріңіз. Өзімді таныстыра класспен. Сәлем, менің есімім Альфия. Мен осы сыныпқа жаңадан келдім. Сен өте ақылды қыз деп естідім. Жақсы, болды. Жарайсың, Аянаның қасына барып отыр. Жарайды. Мынау кімнің кітабы? Менің. Кітаптарыңды ашыңдар, балалар. Қандай сабақ болып жатыр? Менде тек қана мынандай кітап бар екен. Ашыңдар кітаптарыңды, балалар. Апай, не ғой, мен бір сабақ қайталап алайыншы. Мен сенен кеше де сұрағам, неге жоқ бермейсің? Ой, кетміші. Мана қыз неге апайға дөрекі сөйлейді? Ой, олай әкесі бай ғой, сол үшін солай істейді. Апай құрсымнан көрмей тұрғанда басқа кітап алсайын. Онда бізге сабақты қазір тоқтаңдар, журналымды алып алайын мен. Сабақты бізге қазір Аян айтады. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұқыл тінімаз тірі жанды. Істі қарау. Мына қызым қандай әдемі. Мынау неге маған қарап отыр? Қойын деген өте. Даяқтап бір балалар қараса, анаған қарап отыр. Айта бер. Иә, апай, ұмытып қалдым сөзімді. Ой, отыршы бар. Төрт қоя сайын бүгін. Неге сөзін шатастырасыңдар? Апай, мына кім Айдос пен Қарлығаш сөйлесіп жатыр. Айдос троннан. Иә, апай, айта беріңіз. Неге бүкіл жерге тыныштық бермей отсың? Ой, кешіріңізші, апай. Отыр оныңа. Альфия, сабақ айтшы. Мен сенеміз Альфия жоқ. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұқыл тінімаз тірі жанды. Апай, айтып біттім. Жарайсың, отыр. Так, Айдос айтады бізге сабақты. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұқыл тінімаз тірі жанды. Үсті әп-қырау келіп қалды. Апай, болдым бәрін айтып. Неге кішкене созбайтын? Апай, бір қатарын тастап кетті. Отыр бар. Сен неге кім жаңадан келген Альфия қарап отырсың? Мен қараған жоқпын. Қарадың, өтірік айтпа. Сосын сен басқа қыздарға қарамайсың, себебі сен менің жігітімсің, түсіндің ба? Кім айтты сені менің жігітім деп? Мен сенің жігітің емеспін.
Сен өзің маған солай айттың ғой. Ол өтірік. Өтініш, тыныш отыршы. Не болды алым барда, неге шулап кеттіңдер, а? Сабақты сен қатардан сұрап қойдым, я? Балалар қоңырау болды, шығыңдар сыныптан. Апай қайту ма? Қазір дене өтетін шығар ағайларың. Тыныш отыра тұрыңдар, қазір қазақ тілі болып қалуы мүмкін. Кеттік, мен саған таныстырайын класты. Бұл бізде директордық апайдың кабинеті. Мам, сіз әлі қайтпаңыз ба қызым, қазір апайың сабақтан шықсын, сосын бір-екі неге құжатқа қол қоямыз. Да қайтамын неге. Сені қазір папаң алып кетеді машинамен. Жарайды, папа. Бізге бір сабақ қалды. Аха, жақсы түсіндім. Қайтарыңыздар қарай. Ал мына жақ бізде асхана. Жүр енді далаға шығамыз. Ал мына жерде отыруға болады. Кел әңгіме айтамыз. Кеттік ұлдар. Дайте кеттік. Кеттік жүріңдер. Қыздар қалайсыңдар? Жақсы. Альфия, бізге есеп шығаруға көмектесші. Ой, жарайды, есеп шығаруға көмектесем. Ой, сендердің бағыттан Альфияны есеп шығаратын болғансыңдар ма? Қыздар, деймді осы жаңадан келген оқушы менің жыным ашты тұршы. Менің де айту соған қарап қоймайды. Демек қашық болып қалды, жапшы аузыңды. Кеттік қыздар, олардың не істеп жатқанын көріп келейік. Барасың ба? Жарайды, барып көрейік. Мен қайтсем де оны өз емес сындырып алуым қажет. Жүр. Әне көрдіңіздер ме? Осылай келіп есеп шығарады. Жыныма тиіп тұрғанын қарашы. Балалар, қоңырау болды, тез кіріңдер, қазір сабақ басталады. Болыңдар. Кез сабақты сөзсемін мен. Жүр, Аружан. Барасың ба? Иә, барам. Қыздар, мына жақта бір әңгіме естіріп жатыр. Ой, не қыласың? Қазір Айдас мына жерге келетін шығар, я? Айдас сенің қасыңа отырады, білесің ғой. Мен сенің қасыңа отырсам бола ма? Я, әрине болады. Жарайды, сендер отыра беріңдер. Мен сенің орныңа отыра салармын. Аха, жақсы. Жүндер онда классқа еттік. Кешке болсын ба? Не айтып отырсың? Кет шығар, Айдас. Кеттік, класс. Кіз келетін шығар, Айдас. Айдас жүр. Класс, не істеп жатырсыңдар? Сабақ оқып жатырмыз. Кел, Айдас. Сәлем. Қасына отыратын болған ба? Мен кейін сөйлесем. Не дедің? Жоқ, ешнәрсе. Ана апайдың кешігіп жүр. Балалар, осы біздің сабағымыздың тақырыбы осындай. Ежелгі тайпалардың ең бірінші біріктіруші Мысыр мемлекетінің ең бірінші біріктіруші Мина Ферғауын зерленген. Ол Атырау мен Аңғардың түйіскен жеріне бекініс салады. Бекіністі Ақтуал деп атайды. Содан соң оны жаулар басып өткеннен соң, Мысыр мемлекетінің бірінші астанасы салынады. Солайша олар бірге біріккен империя болады. Түсінікті ме? Кімде түсінбеген сұрақ бар? Осы неге аламыз? Түсінікті, апай.
Балалар, айтпақшы, мен сендерге айтуды ұмытып кетіппін ғой. Бізде алда тест болайын деп жатыр. Сол тестке бір жұп-жұппен қатысу қажет. Мен соған апайларың айтты, оны бала сабақ аяқталып жақсы, мен кеттім. Жүре ма? Болдыңыздар ма? Я уже қайтайын деп жатыр. Біз де болдық, қоңырау болуға 5 минут қалды. Жақсы, мен қызымды алып қайта берейін. Қайта беріңіз. Сосын не ғой? Сіздің қызыңызға сабақ үйретсеңіздер. Қызым, қайтамыз, жүр. Мам, қазір мен апай бір нәрсе істесін, мен далада күтемін сені. Балалар, сендерге апайларың айтты, я? Директор ағай айтты. Сол айтты, енді сендер бір-бірден жұптан қатысасыңдар. Соған мен Айдоспен кімді бір қызды қосып берсек Айдостың қасына. Кім болса? Апаймен болсам бола ма? Аружан, сен и так-то жұмыстарың көп. Кім болады, айта қойсаңдар? Апаймен Альфиямен орындасам бола ма? Айдос. Альфия бастарды. Альфия, сен Айдоспен осы тесті жұп болып істейсің. Ал сен екеуің қыздар. Ал сендер де болды, бөліндіңдер. Жақсы балалар, қайта берсеңдер болады. Ура, кет, қайтамыз. Қызымызды алып кете берсеңіз болады. Директор ағай, апайма не жатыңыздар. Жүндер, қызым, жүр, қайтамыз. Мамыз, қайта беріңізші, мен кейін барам. Жарайды. Нағызға не болған? Достар, менің сериалым аяқталды. Егер сіздерге екінші сериясы керек болса, маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Пока.